Рас па, мен әркім өзінің ойын айтып алсын. Аты мүмкін емес болып кетті ғой. Қысқасы былай да, мынау қазір әкесінің шырылдап жатқаны, кешеген Айтбекке рахмет, тегін адвокаттар беріп жатыр екен да. Бірақ тегін нәрсе ешқашан берекелі болмайды ғой, білеміз ғой бәріміз. Және біреуге тегін бірдеңе сұрап тұрған кезде одан ештеңе деп сұрай да алмайсың. Біреуге тегін бірдеңе көмектессе біреу, сен одан артық ештеңе сұрай алмайсың. Себебі ол тегін істеп тұр саған. Тілің қысқа болады. Мынау неге өйтіп жатсың деп айта алмайсың. Әрине Айтбекке үлкен рахмет, бәрібір де бұл жерде одан қоса әкесінде ақша болу керек. Мен сбор деп айтпаймын, өйткені сбор деген бұл кісінің өзіне қиын болады да. Өткендегі нөмірін ауыстырып жіберіпті бұл кісінің. Мына жерде 551 адам отыр екен. Осы Талғарда тұратын, ауданда тұратын адамдар болса, кісінің нөмірін берсе, біз өзіміз үндемей, шум шығармай, әркім 100 теңгеден, 200 теңгеден көп түкірсе көл болады дейді ғой. Тастасаңыздар да бұл кісіге үлкен көмек болар еді қазірше. Қалтасында бір тиын жоқ, үйін, машинасын сатайын деп отыр бұл кісі. Егер шынымен жандарыңыз ашса 100 теңгені сол неге мешітке де беріп жатсыздар ғой, әр жұмада оған талтандап имамдар жүр, әр қызға хордың қызын алып берем деп. Сондықтан 100 теңге болсын, осы кісінің Каспий нөмірін тауып алайық та, өзіміз 100 теңгеден сөйлемей, айқайламай, бір 100 теңгені міндет қылмай, әрқайсымыз көмектесейік осылай. Мен нақты айтарым. Ана тегін адвокат деген тегін жерде ешқашан береке болмайды. Адвокат көремізден Астана-хаттан шығып жатқан адвокаттар ғой, мемлекеттік. Өздерінің нелеріне барып жатқан. Тегін жерде ешқашан болмайды. Олар тегін болып жатқаннан кейін оларға да артық сөз айта алмайды. Ол нақты нәрсе ғой, өмірде де көріп жатырмыз ғой. Өзіміздің туысқанымыздың өзін тегін бірдеңе істесе, ол да бірдеңе дәметіп тұрады. Тегін адвокат, ол милицияның адвокаты. Сондықтан ол жерде 700 сол Япшып кетті нас. Енді оның ешкім біз қашпаймыз. Мысалы, просто осы сбор жинаймыз деп әкесіне бір кесіріміз тиіп кете ма, или бірдеңке ма деген қорқыныш бар да бізде. Бұл кісі енді көріп отырсыздар ғой жағдайын, қазіргінің өзінде қандай болып отыр. Бірте нашарлап жатыр да, ертең бірдеңке болып қалсыншы, әкесіне бірдеңке болса не болады, мен білмеймін. Тіпті Қазақстанда міне әділдік жоқ, көшем деп отыр. Ал бұл сөздің астарында ол кісінің халыққа айта алмаған сөзді жатыр мына жерде. Білмейсіздер ғой, мүмкін біраз сөзі бар шығар. Жоқ, білесіздер ме? Ең басында сөйлеген кезде басқа болған. Кеше түндегі видеосын қарасаңыздар, Алматы облысынан көшем деген кезде мұрны сынған. Үй өртенгеннен кейін бұл жігітке жаңағы государственный охрана берді бұлаған. Сотрудниктер берді, жаңағы ішкі істер болды. Не болды? Спецназдар охранить етіп жатыр, жаңағы ұлттық гвардия охранить етіп жатыр. Ал охранить етіп жатқанның кейін болып жатқан мұрны сынып қазіргі эфирде тұр. Ал бұл жерде жаңа бәріміз таласып жатыр, анау мынау деп. Бұл жердегі жағдай бұл шахматный ойын болып тұр да, жаңағы Хасанның ағасы аппараттас дейді. Хасанның аппараттас дегеннен кейін ол по-любому өкіметте жұмыс істеген адам болды да, әнесін түсіру керек болды. Әнесін түсіру керек болғаннан кейін, бұны магазин болғаннан кейін, бұның жаңағы криша шоқ болғаннан кейін, осы жігіттің жаңағы жағдай осындай болып тұр. Бұл негізі ойын жаңағы шахматтың ойыны бұл өлет бала деп ойлаған жоқ олар. Келді, сонда істейміз деді, ұрамызда кетеміз деді, жай ғана қорқып кетеміз деді. Артынан кейін сонда пышақ алып келіп сұғатта өлет деп ойламай ма, сонда пышақты тығып алады да өлет деп ойламай ма? Бұл жерде сіз түсінбей отырсыз. Бұл жерде келді, бұған жіберіп отқан. Сіз көрсеңіз басында ішіне пышақ тығып алады да өлет деп ойламай ма? Қалай түсінесіз, түсініп Жоқ, қара сенің түсінігің қандай? Ішіне әдейі өлтіруге келген. Олар барғанда ол ұрып болды, қойындар шегеннен кейін да тіпті пышақ соғып тұрған ғой оған. Түсінесің түсмаяқтан қандай өз? Олар ол барды магазинді қорқытумен жаңағы басқа нәрсемен барды да уже ол. Оған уже приказ келді, давай, сделай деген приказ келді, оған сделай приказ келгеннен кейін олар жұмыс істеп отыр да олар. Сделай деп айтты оған. Данияр, сен тыңдашы, адам егер жүрек тұсына тықпайды, өлтіремін деп ой болмаса, аяғынан тығады, санынан, балтырынан тығады. Ол именно жүрек тұсына тығып отыр, өлтіремін деп отыр, именно.
Бұл жерде Әй, өлтірем деп анасының келді. сөзіне де тыңдамай отыр ғой, өлтірдіңдер ғой, енді тиіспеңдерші деп. Сен қалай түсінесің? бір нәрсе айтып жіберсем бола ма? Баланың өзіне бір нәрсе айтып жіберейінші, ағайындар. Айтып бер, айтып бер. Қазақстанға, Иә, Қытайға. мына жерде бар ғой, бір нәрсе сабақ жастарға үйрету керек та, қандай жағдай болмасын, қолмен біреуді ұрып, бір нәрсе істеудің қажет емес. Бұл жерде болып жатқан нәрсе бәленің бәрі қол жұмсап, ішімдіктен болып жатыр да. Ол любой адам мен те ұрып жүрсе, мен де мысалы баяғыда жас кезде талпамды жинап барып, сол қырылатын еді баяғыда, естеріңде болса. Ол жерде отқан кез келген сондай еді. Мен ондай емеспін деп ешқайсыңыз айтпай ақ қойыңыздар. Бәріміз сондай болдық барып, пышақпен де атыстықта сондайдан өттік сондайдан. Ана жерде отырып алып, анау мынау просто ұрмау керек қазіргі заманда. Ұрды ма, 102 шақыр жер, сразу на месте. Скорый шақыр жер біреуге. Шақырды ғой, ол бәрі болғаннан кейін, анау жаман, мынау жаман демей, адам өзінен көру керек кінәнің бәрін. Кінәнің бәрі Не баланы айтып күшік отырсың, кезінен тәрбиелеу керек. Күшік кезінен жақсы тәрбие беру керек. Тәрбиелемеген ғой, ұрып несі бар? Тәрбиелеу керек. Вот. Осы балаларыңды, ұлдарыңды, қыздарыңды тиям білсеңдер, қазір Қазақстан бұндай болмайды. Қазақстан неге құртылып жатыр? Ол өсіп келе жатқан балалардың осындай нәрсені Иә, өте көргеннен керемет болғаннан кейін жас балалар өліп жатыр ма? Жас балалардың өлімі ол Қазақстан жағдайына қарамайды, ол Қазақстанның. Қазақстанның жағдайына қарамаса да Қазақстанның адамдарына байланысты ғой. Бала шағаларыңыздың тәрбиесімен айналысыңыздар. Мына жерде ТикТокта отырып анау жаман, мынау жаман. Сен айтамыз, неге шуламаймыз? Неге шуламаймыз? Біз де болашақ балаларымыздың болашағы үшін қорқамыз. Не үшін шырылдамаймыз? Шырылдаймыз өйткені. Нурик брат. Сен өте дұрыс айтасың. Ол жерде 13 адам келді. Например, мына жерде жаңа Батыр деген жігіт айтып кетті ғой. Аяғы қан болды, анау мынау. Ол нәрсе 13 адам жиналған. Ол жерде қарашы, машинаның ішінен пышақтар шығып тұр. Ол специально келді ол. Я, сен ойлашы, брат, мылтықты нағып сап ол. Сонда біздің получается бұл жерде өкімет жұмыс істемейді деген нәрсе ғой. Машинеге мылтықты сап алады да, талғардың ішінде жүреді. Алматы облысында. Мен айтып отырғаным сол, бізде Қытайдағыдай заң керек. Егер өлтірген дәлелденді ма, болды, оны да жанын алу керек, болды. Бізде Қытайдағыдай заң керек. Қытайда егер сен әдейі оның өлтіргенің дәлелденсе, болды, сенің жаныңды алады. Вот көрдің бе? Неге түсінбейсіңдер? Жоғын түсініп отырмыз ғой, брат. Соны айтып бұндай жағдай бола береді, қайталана береді. Бұнда 3-4 жылдан кейін бұлда ұмытылады. Сонда осындай қылмыс жасау емін еркін болып кетеді да, сонда бұның бір итоғы шықпасашы, білмеймін мен. Не боламыз? Альбина деген қарындасымыз сөйлесінші.